Сәлем достар, бүгін мен ірімшіктен өте дәмді сырниктерді жасайтын боламын. Рецепт ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Ірімшікке жұмыртқаны, қантты және де ваниль қантын қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Менде бұл үй жағдайында жасалған ірімшік, сол себепті ірімшікте суы жоқ және яғни құрғақ болып келеді. Ал егерде сіз дүкеннен алсаңыз, онда ситадан өткізіп, суын ағызып алған жақсы. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Сырниктер өте дәмді болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Енді дайын болған сырниктерімізді осылай қолға аламыз, ұнды аямаймыз. Осылай жағып, осындай кесенің көмегімен әдемілеп дөңгелекті формаларды жасаймыз. Сол кезде сырниктер өте әдемі болып көрінеді. Қыздырылып тұрған табада екі жағын жақсылап орташа отта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің сырниктеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көргендеріңіздей жасау жолы оп-оңай, бірақ өте дәмді болып шығады. Ал менің YouTube каналымда одан да күшті рецепттер бар. Ол үшін сілтемеден өтіп, менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.